ашу үшін ортаға 9-шы А сыныбының оқушысы Аманқос Нұрлыбекті шақырамыз Сейілхан Құсайымовтың мереке күйімен. Көп рахмет. Енді бүгінгі кешімізді бастайық. Бүгін мектебімізде ерекше жағдай, себебі мектебімізге арнайы ат басын бұрып, сонау Астанадан ат тербетіп, отбасы хрестоматиясы қоғамдық қорының негізін салушы, шығыстанушы, жазушы, ағартушы Санжар Керімбай ағамыз келіп отыр. Қазіргі кездегі өзекті тақырып қай заманда да күн тәртібінен түспеген тақырып бұл ұрпақ тәртібі. Бір жылдығын ойлаған ел бидай егеді, ағаш егеді, бидай егеді, 10 жылдығын ойлаған ел ағаш егеді дейді. 1000 жылдығын ойлаған ел ұрпағын көкірегіне хикметтің, даналықтың дәніне егеді дейді. Сондықтан бүгінгі біздің кездесуіміз ұрпақ тәрбиесі, бала тәрбиесі бағытында адам болмысында не бар деген тақырып. Көп сөйлеп созбай, әдеттен озбай, ортаға Санжар ағаны шақырамыз. Саламатсыздар ма? Қош келдік. Кешегі жіберіп алған ақымызды Ташкенттегі. Бүгін енді осы жерде едесе қайтарып алуға тырысамыз. Кешемізді сәл ұятсыз адамдар Ташкенттің презентациясын жұмысын таң сағат 10-ға оқып қойып, оның үшін тәрбиесіз балдардың бәрін жинап әкеліп, ана жердің бәрін ішек қарын шығарып тастады. Енді бүгін ықыласты адамдар жиналғаннан кейін соның ақысын аламыз бүгін. Так, адам болмысында не бар дейді, қараңыздар. Мынау қазір бөлме ысып кетеді, сондықтан мен тез айтамын да, тез түсіндіруге тырысам, барынша уақытты экономдаймыз. Мына адам болмысында не бар деген сұрақ не үшін шықты білесіздер ма? Мұның шығатын себебі бәленің бәрі мына ғылыми жаңалықтар ашылған кезден басталады. Оған дейін орта ғасырға характеристика берілмейді. Себебі ол жерде сіз мысалы 10-шы ғасырда ұйықтап қалып, 3 ғасырдан кейін оянып кетсеңіз, ештеңе де өзгермейді. Адамдар майшаммен отыр, түйемен көшіп жатыр, қылышпен найзамен соғысып жатыр. Қайтадан ілесіп кете бересің. Еш нәрсе өзгермеген. Ал егер сіз 16-шы ғасырда ұйықтап қалып, 17-ші ғасырда оянатын болсаңыз, сіз ілесе алмай қаласыз. Себебі қаншама ғылыми жаңалықтар ашылып кеткен адамдар қайда жүріп бірдеңе істеп отыра жүреді. Сен оған ілесем дегенше өмірің жетпей қалады. Сондықтан классикалық кезеңді бөліп тастайды, жаңағы майшаммен отырған кезді. Сосын электричествоға қарай, физика, математика ашылатын жаққа қарай оны бөледі таңы, оны жаңа дәуір деп атайды ғылымда. Енді жаңа дәуір аталғаннан кейін ол әр ғасыр бір-біріне ұқсамайтын
адамның болмысын айнытып жіберетін жаңа жаңалықтар алып келгеннен кейін оған жеке характеристика береді, мінездеме. Сөйтіп дағыны 17-ші ғасырға математика ғасыры, 18-ші ғасырға физика ғасыры, 19-ші ғасырға биология ғасыры, 20-ші ғасырға атом ғасыры деп атау керек. 21-ші ғасыр қандай ғасыр деген кезде бұл да қуыс кеуде ғасыр деп атайды. Яғни мәнсіз, мағынасыз адамдар бұл ғасырда не үшін туды, не үшін өмір сүру керек, ол қалай өлу керек, ол ақ өлімге жете ала ма, жете алмай ма, сәтті қартая ма, қартаймай ма, өлетін сәтінде ол алжи ма, алжымай ма, өлім сәті жақындаған кезінде ол қасында ағайын туыс, жақын мейірбан адамдар басында өлетін кезінде аузына су тамызып отыра ма, отырмай ма, бұрынғыдай бәрі белгісіз. Ол тек қана бір белгісіз аймаққа қарап адамдар сау болып кетіп бара жатыр. Бірақ бұның аты трагедиямен аяқталады енді ертең. Сондықтан бұны ертерек біліп, ертерек зерттеген ғалымдардың кітаптарын бізге мен салады, экзистенциализм деп аталады. Сол жерде оны зорлы дейді. Мен Түркияда оқыдым. Міндетті деп оқытады саған ана жерде. Соның ішінде егер осы сұрақтан айналыспай дәл осылай кете беретін болса, бұл жерде отырған адамдардың да 50-30 жылдан кейін просто сәтсіз қартаяп, қорланып жатасың, төсекте и көп өлесің. Эвтаназия сұрайсың, эвтаназия бірақ вряд ли Қазақстанда адамдар салады. Сен дәріс алып өтіп, оңай өтіп тастап кетесің, ойламаймын. Ал енді адам болмысында не бар деген тақырып не үшін келді? Бұл ғылым күшейгеннен кейін келді дағыны, қараңыздар, математика ғасырында математика көбейіп кетті ғой, физика көбейіп кетті. Сіздерде қазір 21-ші ғасырға Қазақстан дайындықсыз кіріп кеткен ел саналады. Себебі мына ғасырда жаңалықтар келіп жатыр, опыты жоқ, не істеп не қою керек екен. 21-ші ғасырда қайдан күш салу керек, қай нәрсеге көп уақыт бөлу керек деген сұраққа ғалымдар жауап бермейді. Ата-аналар қақпанға түседі. Қалай қақпанға түседі? Барынша физика, математиканы жақсы біліп, айлыстан 9 алса, сосын Назарбаев мектебіне түссе, сосын кейін университетіне түссе, сосын Гарвардқа барып оқыса, сосын Америкада жұмысқа тұрса, сосын ақтауда мен жатамын, ол маған Америкада қап-қап ақша жіберіп, мен рахаттанып жата беремін деген. Бірақ олай болмайды. Өте нашар стратегия. Бала-шағасын сөйтіп оқытамын деп, ақыр аяғында Америкаға кетіп, қызы кубинсктерге біреулерге күйеуге тиіп, ауылмен Аллаху акбар жоқ болып кеткен олар. Ал бірақ осы сәтсіздікке ұрынған адамдар, баламды шетелде сөйтіп оқытамын деп, баламды жоғалтып алдым, трагедияға ұрындым деген жаңалықты бермейді. Сізге как будто олар прогресс жасап жатқан сияқты көріне береді. Енді қызықты қараңыздар. Енді 19-ші ғасырға келген кезінде не болды білесіздер ма? Бұлар биологияны ашты. Биологияны ашқан кезінде эссенциализм деп атайды. Эссенциализм деген әрбір заттың, әрбір тіршілік иесінің болмыстың ішінде өзгермей, оны ол қылып ұстап тұрған. Сіздер бұлай жайғасып отырып алсаңыздар, Мерек апай. Қараңыздар, өте қызық нәрсе мына жерде. Әр нәрсені сол нәрсе қылып тұрған нәрсе не? Мына мектеп қылып тұрған нәрсе не? Ит қылып тұрған нәрсе. Енді оны махият деп айтады дінде. Ал ғылымдағы атауы эссенция. Эссенция ананың ішінен жібермей ұстап тұратын стержень деген сөз. Белок. Енді бұлар келді дағыны, мынандай сұрақтар қоя бастады. Әрбір заттың эссенциясын ұстап алады дағыны, соны асылдандырып, тұқымдарын күшейтеді дағыны, бір нәрседен бір нәрсе жасай бастады бұлар. Сол кезде 19-ші ғасырда адамдарда эйфория болған. Мына нені білесіздер ма сіздер? Шекарада өткен кездеріңізде наркотик иіскейтін, іздеп табылатын иттер келеді, кішкентай белгі иіскейтін. Солар негізі табиғатта жоқ ол иттер. Оның бәрі мынандай буданды астап шағылыстырып өсіріп алады оны. Сосын ағылшынның аттары бар ғой бізде, қымбатқа сататын, английский деп жаңағы әлдеқандай бар ғой. Сол табиғатта жоқ, оны бәрі шағылыстырып шығарады. Содан бұлар тұрады да айтады, егер біз эссенциясын ұстап алып, оны ананы шағылыстырып, оны күшейтетін болсақ, онда адамда не бар деген сұрақ шығады. Көрдіңіздер ма? Ал адамда не бар деген сұраққа жауап беру үшін мынаған қараңыздар. Суретте не үшін мына дәу құсты кішкентай шымшық асырап жатыр ана жерде. Олай болатын себебі мына тұрған құс, ол құс емес, ол шымшық балапан ұша алмайды бұл әлі. Себебі бұл көкек. Мына көкектің шешесі келгенде ана шымшықтың ұясына ананың жұмыртқасында шарпып тастағанда өзінің туып қашып кеткен анау. Енді ана бейшарада сана жоқ, ақыл жоқ, келді дағы жатқан жұмыртқаны басып шығарды, менің балам деп ойлап отыр. Ана өсіп жатыр, ұша алмайды, анау келді асырап жатыр, соған бүкіл мейірім махаббатын төгіп жатыр. Уақыты күні келеді, мына көкек әбден қанат қатайғаннан кейін пыррррр деп ұшып кетіп қалады, болып бітті, ол бір қайтып келмейді бұл жаққа. Яғни мынандай нәрсе болмау керек. Мына шымшық оны басып өсірді, көкек оған бауыр басып қалады дағыны, сосын соның баласы болып кетеді деп дәметіп қалмаңдар деп отыр.
екеуі екі жаққа қарай кетеді. Не үшін? Себебі эссенция. Көкөктің ішіне салынған, Құдайдың болып қойған, табиғаттың салып қойған эссенциясы көкөктен шығара алмайды. Тасын ұстап тұрады ана. Ол шымшық көкөкке жұтылып кете алмайды. Сондықтан табиғатқа қараңыздар, маса күйінде тұр, сона күйінде тұр, шыбын күйінде, жылан күйінде, тасбақа бір-бірінен өтіп кете алмайды анда. Сол итің ит болып, қозың қоз болып кете береді. Енді бұлар тұрғыдағын айтты. Ал адамның ішінде не бар деген? Адамның ішінде сондай өзгермейтін эссенция бар ма? Оны ұстап алатын болсақ, онда соның үстіне біз әртүрлі ғылым білімді қоямыз дағына, сосын біз өзін супермен жасап шығарамыз деді. Бұл енді қазір сіздерде де мынандай барлық ата-анаға жаппай ұрынып жатыр. Менің баламның ішінде өзгермейтін, айнымайтын, өзім сияқты адамгершілікті, кішіпейілдікті жақсы көретін балам өсіп келе жатыр. Мен баламды нишқа түсіремін. Сосын өйде физика, математиканы тереңдеп оқытып, английский тереңдеп оқытып. Менің балам 17-ге келген кезде ана ауылдағы шетпедегі қалып кеткен абысымен салыстырғанда менің балам супермен болып шығады деп ойлайды. Сөйтті дағы апарып оқытып еді, 17-ге келген баласы нигилист, атеист болып шықты дағына, үйінде шетпек пісіріп отырған шешесін мазақтап күлетін болды анау. Уже үйінде мәдени екіге жарылды аналар. Енді баласы мен шешесі бір дастарханның басында отырып әңгіме тыңдай алмайды. Ол семья ыдырады деген сөз. Төбелес басталады стора. Және бұл құлайды. Кішкентай бала шыдамаса сіздер мына есі жақта тұрсаңыздар болады енді. Или Қожа Насыр айтқандай, алдыңғы келгендер кейін келгендерге түсіндірсін болады. Так, енді кеттік. Қызықты қараңыздар. Енді адамның ішінде не бар дегенді тексерейін десе, мынандай нәрсе тұр. Тыңдаңыздар, адамның ішіндегі қуатты потенциал деп айтады да, потенциалдың іске қосып сыртқа шығатын сәтін актуализация деп айтады. Бұны Аристотель қойған. Енді адамның ішінде сөйлеу потенциалы бар. Сіз егер туғаннан кейін балаңыз 2,5 жасқа келген кезде сөйлемесе, сіз уже мазаңызға шыға бастайды. Ал 3,5-ға келген кезде мүлдем сөйлемесе болды. Сіз уже врачты жағалайсыз. Дефектолог бар ма, басқасы бар ма, уже хирургтар бар ма, соның бәріне есігінен есік қағып кетесіз. Енді бұлар тұрып та былай сұрап жатыр. Адамның ішінде Құдайдың қойып қойған табиғи тілі қандай тіл? Себебі біз бұны қазақ мектебіне берсек қазақша сөйлейді, орыс мектепке берсек орысша сөйлейді, түрік мектепке берсек түркше сөйлеп кетіп жатыр. Ішіндегі Құдайдың қойып қойған потенциал тілі жарып шықса не болады деген. Ал ол үшін не істеу керек? Ол үшін ешкім сөйлемеу керек. Баланы туғызамыздағы ана бөлмеге апарып қамап қоямыз да 3 жыл ешкім сөйлемейді. Тамағын беріп қарап отырамыз. 3 жылдан кейін тілі жарып шыққан кезде Құдайдың тілі, табиғаттың тілі қандай тіл, оригинал тілі қандай тіл екенін білеміз деген. Бірақ істейін десе бұрын істеген, бірақ онда сәтсіз аяқталған, себебі бізде академиялық ғылым жоқ, сондықтан да провал болған. Ал енді оны зерттейтін уақытқа келген кезде мынандай нәрсе шықты. Көрдіңіздер ме? Тыйым салынған эксперимент. Уже ғылым дамыған кезде гуманизм, адамның праволары да дамыды дағына, уже адамды зерттеуге, адамды тексеруге тыйым салынады. Мына кітап көрдіңіздер ме? Мына айтып ата тауыпты. The Story of the Wild Boy of Aveyron деген. Aveyron деген шетпе деген сияқты ауылдың аты ол кәдімгі мынандай Ақшұқыр деген сияқты. Сол Ақшұқырдан ұсталынған баланың әңгімесі деген ғой. Енді бұл не болды? Бұл мынандай болды. Қызықты қараңыздар. Біз бұрын бәрі дүниежүзінің адамдары естиді. Бір Маугли болыпты, джунглиде жүреді екен, оны туып тастап кеткен екен, оны аю асырап алыпты, қасқыр асырап алыпты. Бірақ ол қасқыр асырап алса да адамдығын жоймапты, адамдарды көрген кезде жүрегі жігіп жылайды екен, көзінен жас ағады екен, сосын солар сағынады екен, сосын айуандар мен адамдардың арасында бейбітшіліктің көпірі болыпты деп. Ой, аңызды ұрады ғой енді ертегі ол қызық. Енді ғылым пайда болғаннан кейін бұлар айтады, шынымен де сондай болуы мүмкін ба? Аңдардың арасында қалып кеткен адаммен біздің арамызда байланыс болуы мүмкін ба? Жабайы табиғатпен. Ал енді соны тексерейін десе, Маугли жоқ. Ғылым пайда болып жатыр. Ғылым қалай пайда болды? Француз революциясы. Францияда буржуйлардың бәрі, бай кәсіпкерлер жиналыстарын бәрін тонап отырған, корольді алыптарының революция жасап басын шаптыларын лақтырып жіберді, өздері президент сайлап алды. Содан бастап болды, біз енді корольдің айтқанымен жүрмейміз, біз енді конституциямен жүреміз. Сөйтті дағына конституция деп аталатын киелі кітапты өздері жасап алды. Сөйтті дағына адамның праволарын бекітті. Бұдан былай адам сөз бостандығы болады, ой бостандығы болады, дін бостандығы болады, пәлен болады, түген болады. Адамның білуге деген құқығы бар деп дағына праволарды бекітті. Естеріңізде болсын, 1800 жылдан бастап адамның праволары бекітілгеннен кейін әрбір туған балаға енді метрика жазады, сені тіркейді. Егер саған біреу тиісетін болса, бұрынғыдай сен феодализм заманындағыдай барып қару күшті біреуге барып шағымданбайсың. Енді прокурорға барасың, арыз жазасың. Көрдіңіз, цивилизация пайда болды, заң шықты. Так, енді ғылым пайда болды. Бұлар бүйтті. Франциядағы
адамды зерттейтін бір институт ашыңдар деп тағына адам зерттейтін институт ашып тастады. Сөйтіп дағы не істеп жатыр? Францияда ол кезде 23 миллион адамдар көбейіп кеткен. Ақсағы бар, тоқсағы бар, ұрысы бар, қарысы бар, ауруы бар, бәрі шұбырып жүр, олар бөле алмайды ана жерде. Өйткені ғылым жоқ. Енді алғаш рет ғалымдар пайда болды тағына енді классификация басталды. Олар бөлейік деп. Енді бөліп жатыр. Енді бөліп жатқан кезінде адамды зерттейміз, ішінде не бар екен деп жатыр еді. Маугли жоқ, міне Құдайдың бергені. 1801 жылы Аверон деген ауылда біреудің картошкасын қазып жатқан жабай бала ұстап алып қараса, шынымен де жабай табиғатта өскен 13-ге келіп қалған бала, 12, 13 или 14, точно біле алмаймын. Сонымен топтағына оны ұстап алды. Бәрі қарадағы не істейміз? Адам ба, айуан ба? Қарасайшы, адамның баласы бар. Онда адам болса документ ашылды. Оған Жозеф деген ат берді, мына бар интернатқа қамады. Интернатқа қамағанда бұл жерде ұзақ жүре алмайды. Не үшін? Себебі балдарға қосылмайды, азаннан кешке дейін бұл ұлдарын кішілерін жіберіп жата береді. Сосын бұлар топтағы Парижге хат жазды. Бізде осындай Маугли ұсталған орманнан. Сол керек пе, зерттейсіңдер ме деді, адам тану институтына. Олар қуанғаннан жүрегі жарылып кетті. Мынау деген шанс ғой, ты че, мына ғалымдар отыр, ана жақта Маугли табылып тұр. Бұл екеуі зерттеп жүрсек, уже адам мен айуанның арасында жалғаймыз біз қазір. Сөйтті дағына Бонатерра. Бұл Бонатерра деген бұл Наполеон Бонапарттың туған інісі де ағасымен бұл дос болған адам. Сөйтіп дағына бұларға мылқау балдардың тілін шығаратын интернат соғып береді. Ал ол қалай болады? Испанияда бір монах құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын бір сұлу қызға ғашық болады. Сөйтіп дағына ана сұлу қызға жүрегі жабысып қалған, байғыз өліп бара жатыр анау. Ана қыз естімейді. Содан кейін бұл алаттаған сол қызға ғашықтық сезімін жеткізу үшін саусақпен сөйлейтін өнер ойлап табады. Оны Бонатерра көріп қояды, не істеп жатсың сен дейді, мынаған сөйлесе алмайатым дейді. Ананың саусақтарына қарайды да, бұл саусақпен сөйлесуге болады екен ғой дейді, алмай саусақпен ишарамен сөйлесетін ғылымды енгізіп мына ойлап табады. Сөйтіп оны мынаған үйретеді Сикарға. Сөйтіп бұл интернаттың директоры қылып қояды. Енді екеуі не болды білесіздер ма? Парижде бұрын құлағы естімейтін мылқау балдарды ақыл есі кем балдармен бірге бір бөлмеге қамап тастайтын болған. Енді осы келгеннен кейін бөлекті айтады, ақыл есі кемтарлар былай кетіңдер, мылқаулар былай шығыңдар. Себебі мылқаулардың сөйлей алмайды демесең, ақылы бүтін. Себебі қолмен сөйлеген түсініп тұр. Сөйтіп дағына бұларда амбиция пайда болады. Любой адамды сөйлетіп жіберем деген. Сөйтіп дағына енді бұлар human nature уже сол кезде адамның табиғатын зерттеп жатқанда қателік қайдан кетті? Анау Карл Линнейден кетті. Не үшін? Себебі ғылым күшейіп жатқан кезінде классификация жасағанда жануарлардың бәрін жан-жақ сөйтіп дағына балықтар су мекенді болып кетеді, құрбақа тасбақа қос мекенді болып кетеді. Ұшатында бәлен отрядқа кетесіңдер, жылқы бегемот бәлен сендер жылқы тұқымдас, мысық жолбарыс арыстан мысық тұқымдас, бәрі ұрып келеді. Адамға келген кезде тірелді да қалды. Енді адамға қай отрядқа қосамыз енді бұны? Ал оған дейін ғылым пайда болғанға дейін адам қайдан келді десек, оны Құдай жаратты дағы сынаққа салу үшін жерге тастады. Ол жерде Құдайдың жердегі өкілі, осы жерде жан-жануардың хозяйны, ол жерде мейірім махаббат шашу, даналықты тарату арқылы Құдайдың бар екенін жерде дәлелдеп тұратын болмыс. Сондықтан ол киелі тұғын. Енді дін институты құлады, ғылым күшейді, бұлар діншілер тепкілеп осы үйінен шығармай тастады. Адамға қатығамыз деп қарап топта түрі, жүрісі, әлпеті бұның маймылға ұқсайды. Сондықтан бұны маймыл тектес адамдарға қосыңдар деп приматтарға айдап жіберді. Содан бастап сарт етіп біз ғылымның қателескен жерінде приматтар тізбегіне кіріп кеттік тағын қайтып шыға алмай қалдық. Ал оны Дарвин келді тағын мә саған сүйек саяқпен дәлелдеген кезде біз вообще тыңдаған жерде уже точно маймыл деп айта бастады. Бұл страшнейший проблема туғызып адамды аямай, кәдімгі адамды жауыз күйінде өлтіріп таптай беретін бірінші дүниелік соғыс біткеннен кейін барып Макс Шеллер шыққандағы «Положение человека в космосе» деген кітабын жазды, мақаласын жазды. Бұл бойынша ол айтып жатыр, ана адамды айуандардың тізбегіне кіріп кетті олар, далбасаламай шығарыңдар ана жерден деп. Сөйтті дағына адамның ғаламдағы орны не? Соны анықтап мектепте үйретіңдер. Әйтпесе қазір тағы да сендер адам өртейсіңдер деп. Егер мектепте адамды айуандардың линиясынан шығарып алып, оның точно ғаламдағы рухани міндеті не дегенді анықтап бермейтін болса, егер мектеп физика оқытасың ба, английский оқытасың ба, быстро чтение оқытасың, біреуінен пайда жоқ. Бала шөккен үстіне шөге береді, азған үстіне аза береді, ыдыраған үстіне ыдырай береді. Содан Шеллер келді тағына бұған кішкене стоп қойғандай болды. Бірақ бұл әлі ескі заман, енді маған келіп тіреді. Бұларда амбиция құрып тұрып, әкел Мауглиді бізге деді. Алып кетті, бұлар ойлады өзінше, қазір Парижді көреді тағына жабайы бала таңғалап, мен орманда жүргенім қандай қала соғып тастаған деген сияқты. Себебі адамға тән қасиеттің біреуі natural curiosity дейді, табиғи қызығушылық. Адам жаңа бір нәрсені көрген кезде аузы ашылып кетіп қарап қалу керек.
бұл баланы алып келіп Париждің ең әдемі жерлерін көрсетсе, мүлдем таңқалмайды. Үйіңіздегі балаңыздың айуанға айналып бара жатқанын қалай білесіз? Не мәдениетке қызықпайды, не күйге қызықпайды, не киноға қызықпайды. Сол тұсына алып алады, бөлмесінде қуанып ауыз жеңгер бар, бір ана ойындарға кіріп алып жата бере ма? Сол curiosity, қызығушылығы өлген сайын сіздің балаңыз адамнан айуанға қарай желіп уже айнала береді ана жерден. Мыналар тұрып тағынып, мынаны қара мынаны деді. Біз қанша көріп отырып, что-то қызықпай жатыр мынау деді. Ал оның проблемасы не? Тамаққа тояды, күннің сәулесін от түсетін жерге барып ұйықтайды, ұйқысынғаннан кейін тұрады дағы туалетке отына жіберіп жата береді, ары қарап сосын бұрышқа барып жатады, болды. Тура мысық сияқты енді. Сосын бұлар алып келіп тағы оқытамыз деп еді. Бұларда амбиция болды. Мына Мауглиді адамға айналдырсақ, онда Францияның ғалымдары әлемде тұңғыш рет адамзат тарихында жануардан адам жасап шыққан тұңғыш институт болады. Бұл жаңалық деген әлем жарайды деп тұр. Құда қаласа біз ана дикингерді жабайы жануарлар әлемінде не болып, не қойып жатқанын бәрін білетін боламыз. Мына Аверон тілі шыққаннан кейін айтып берді ана жақта не болып жатқанын деп, бұлар мәз болып жүр ана жерде. Атасының басы ақыры құтыла алмай қалды бұдан. Сөйтті дағыны интернатқа алып келіп салды дағы 3 ай 4 ай оқытып еді. Тыңдаңыздар, 13 жасқа шейін орманда өскен баланы біреуі бұны өздеріне қарата алмады. Ол тыңдамайды да, сөйлемейді да, түсінбейді да, қолдарын жыбырлатында бірден үйретіп отыр, оның шаруасы жоқ, тамағын тойып отыр. А проблема не? Проблема. Бала туалетке шығуды білмейді. Үлкендері, кішілердің бәрін отырған жерінде жіберіп отыра береді. Ал 3 ай 4 ай оның артында қашан жүрді оның зәрін тазалап. Шаршап кетті. Сосын айтты, бұл біз адам бола алмаймыз, қайқын алып келді, сол апарып. Апарайын десе, бұның правасы бар, бұның аты бар, паспорты бар бұның. Прокуратура рұқсат бермейді саған. Майтын соң маймылды, бұл адам ретінде тіркеліп тұр. Енді не істейді? Бас ауру пайда болды. Сосын ғалымдардың бәрін шақыртты, емтихан алыңдар адам ба, айуан ба, маған айып берді деді. Мына төртеуі кетті, емтихан алып, 5 күн емтихан алып деген атыраны оны тыңдап отырған жоқ, бұл Маугли барлығы. Сонымен төртеуі шаршады, сөйтті дағын айтты. Бұл, скорее всего, идиот, бұл ешқашан адам ба. Бұл егер бақытты өмір сүретін болса, ұстап алған орманына апарып тастаңдар, сол жерде өзінің жануарында өмірін сүріп жүре берсін деді. Ал оған екінші тарап қарсы шықты. Жоқ, біз адам табиғатын білуге хақымыз бар. Сендердің ғылымдарың нашар, ғылым мүшесі мынау адамға айналады деп отырып алды. Бұл хорошо. Сөйтіп отырған кезінде директор сигар алып қалады. Алып қалған кезінде 25 жасар жас врач келеді, Итар деген. Келеді де айтады, осылай біз ана маймылды адам бола алмай жатыр. Бұл жас жігіт амбиция деген тұр, бойда күш көп, білім тасып жатыр. Маған бер деді ғой. Мен Мауглиден адам жасаймын. Бұл почти что ормандағы маймыл ұстап адамға айналдырып жібергенмен бірдей. Ешқандай разницасы жоқ. Ал бұған нағыз дух беріп тұр. Дух беріп тұрған себебі баяғыда бұдан бір ғасыр бұрын Джон Лок пен Декарт екеуі таласып төбелескен. Адам қалай пайда болады деген кезінде Декарт айтты, адам туған кезде априори фитратта Құдай салып қойған санасы бар, сол санасының ішінде толған идея, сол идея сыртқа шығады деді ол. Себебі мен туған кезде Құдайдың бар екенін біліп тұрамын, мына үштің несін жаңағыдай ауданның несін допты есептеген кезде мен оның бәрін опытпен алмаймын деп айтып жатыр екен ол. Джон Лок келіп айтты, жоқ, адам деген ақпарат, мына мектепте де солай кетіп жатыр қазір, бала деген ақпарат, не жазасын сол болған сырттан әсер етсе, бала қалыптасады. Мынау Джон Локты қабылдаған адам. Яғни мына Аверон аппақ парақ, табула раса деп айтады. Сол аппақ параққа мен жаза берсем, сырттан ақпаратты құя берсем, бұның ішінің бәрі идеяға толады, бір бункер тіл шығаттағының сайрап қоя береді. Көрсетемін мен сендерге деді. Ал сонымен шартыңды айт деді. Шарт, маған ақша бересің деді. Ақшаны не істейсің? Ақшаны аламдағаны губернантқа жалдаймын. Сосын 3 мезгіл ішетін тамағын бересің, киімін бересің, серуендетемін. Сосын оның күйеуі бар, оны содержать етесің деді, маған әлі төлейсіңдер деді. Все, ол ақшаны бұлар үй төгіп, маймылдан адам жаса. Ол келді дағыны тоқтай тұр деді. Мына сіздердің балдарыңыз соткада отыра беріп бар ғой, өте көп отырған кезде. Сіздер ойлайсыздар ба? Уақыт өте келе, есейе келе бұны тастап кетеді. Әдепсіздік өсейе келе түсіп қалады деп, жоқ ешқандай да ондай болмайды. Ол балаңыз ұзақ мына адамдар мәдениетінен, адамдар цивилизациясын алыстаған сайын, оның бес сезім мүшесінің бәрі өзгеріп кетеді. Адамдар себебі болмысы, режим деген, адамның бейімделгіштігі деген сұмдық деген адам. Бұның құлағының естуі де, көзінің көруі де бәрі басқаша. Мысалы сіздер қазір бүйтіп ойлап тұрсыздар, туылғаннан көзім көреді, мен мына сахна, міне терде, анау жасыл, анау бәрі гүлдер, мен көріп тұрмын деп. Кешіріп қоясыздар, сіздер кішкентай кездеріңізден бастап көздеріңіз осыған бейімделгеннен кейін ғана көз бір нәрсеге соқтығып адасып шатасып кетпесін деп мына осы сырттарды көретін істеп тастаған. Ал осыны юнгтар қалай байқайды? Африкаға барған кезінде орманның ішінде келе жатыр. Жергілікті африканецтер бұны жетектеп жүр. Тоқта,
баспа аяғын дейді да. Неге десе, қазір шағатын жылан жатыр дейді. Юм бүйтіп қарап тұрып көріп өте тағы жылан деді. Соғысын ба мін деп шығып көрсетеді. Юмтың көзі жылан көруге арналмаған. Ол қала, ол учаскелерді көреді. Түсіндіңіз ба? Лестницаны көреді оның көзі. Ана жыланды айыра алмайды ол. Содан кейін барып қара, қаншама зат жатыр, менің көзім оны көрмейді. Ал енді сол африканецті қалаға әкеліп қойсаң, ол енді орысшылай көрмей қалады. Сондықтан мынаның көруі, сезуі бәрі ауысып кеткен. Ең ауысып кеткені бұның мына терісі. Терісі сіздер сияқты суыққа біз қанша 18 градустан ары қарап плюс болмай минусқа қарай кететін болса, біз жаурап түшкіріп ауыра бастаймыз ба? Мынаған суығын вообще әсер етпейді. Бұл біз сияқты суыған кезінде мұрнынан су ағып түшкірудің орнына бұны Құдай береді да, қарға болған кезде тыржылған шешініп түседі да, қарға барып ауырайды бұл бәле кәдімгі. Түнде ұлиды бұл. Содан кейін тұрады да, тоқтай тұр. Бірінші мынаны адамға айналдыру үшін 5 сезім мүшесін адамдікіне қайтып алып келемін дейді. Сөйтті да не істеді? Бұны алды да денесі жылу сезетін қылады. Сөйтті да 5 ай жылы ваннаға шомылдырады. Сөйтті да массаж жасайды. 5 айда барып бұның терісі адамдікіне қарай қайтадан айналады. Яғни ыстық пен суықты айыратын болады терісі. Сіздер білесіздер ме, кішкентай кезімізде сиырды бұзауды ішке ойлап тастаңдар десе, барып бұзауды ішке ойлап жатсақ аязда сиырлар кіші дәретін бұтына жіберіп, шыланып жата береді ғой, соны ойлаймыз ғой, жаурайды анау деп. Сөйтсе сезбейді екен, ол ыстық қайсы, мұздай қайсы. Мынау сондай болып кеткен. Бұл 5 айдан кейін ғана барып денесі жылу сезетін болған кезде түнде кіші дәретін бұтына жіберетін ауруды тоқтатады. Не үшін? Себебі енді жіберсе денесі жаурайды бұның. Жаурайды болғаннан кейін бұл тыйылады. Соны пайдаланып та сақ еткізіп бұл туалетке отырғызаттарына бала туалетке шығатын болады. Мә, ты че, маймылға унитазға отырып үйрету деген. Прогресс па? Прогресс. Екіншісі таза тамақ. Айуан болған кезінде таза тамақ дегенді айырмайды. Малдар сияқты кәшек-пәшегінен күлде жатқан тамағын бұтырлап картон-партон болып шайнай береді. Мына бірінші келген кезде не берсең де ұра беретін тұғын. Бұны таза тамаққа үйретіп келді, ақыр жеткізді. Құдайдың Құранда білесіздер ме? Момындарға ырзық беріп, олар соның ішінде тазасымен адамды теріп жесін деген аятта. Сол адам адамданған сайын адал тамаққа, таза тамаққа қарай өте беру керек негізінде. Сол үшін адамданған сайын сен шошқадан, спирттен, мынадан өлексен, шерден тыйылуың керексің. Алуға бұра бермей, қорекеңдер сияқты. Соны мынаны тұрып давай тексерейік деді. Бұны алды да тамағына лассапты қосып жіберіп, бұл жемей қойды. Мә, ты че? Мынау уже таза тамақта, болды уже келіп те қалдық қой. Сонымен бұны алды дағыны 1801 жылдан кейін, бір жылдан кейін тыңдаңыздар, ғалымдар бәрін жинаттағыны, итар бірінші мәлімдемелерін жасады. Міне, мен бір жылдың ішінде мына баланы жаурайтын қылдым, жылуды сезінетін қылдым, мен бұны ваннаға түсетін қылдым. Бұл туалетке шығады, бұл пижама киіп ұйықтайды, түнде жібермейтін болды. Бұл қазір таза тамақ жейтін болды. Бәрі орнынан қолын соғып, болды, итар келіп те қалсын, енді 3-4 жыл гәнет етсең, сонымен мына еден маймылдан адам жасап шығарамыздарына, сонымен ұлы жаңалық ақылап, адамның ішкі табиғаты бір жарады деді. Енді Джон Локтікі дұрыс па, Декарттікі дұрыс па, точно білеміз енді. Ақиқатқа 1 метр жетпей тұрмыз деді ғой. Сөйтті дағыны 2-ші жылдан бастап бұл тірелді да қалды. Не үшін? Міне сіздердің жиналысқа келгендегі негізгі проблемалардың осы жерден басталады. Сөйлеуге, жазуға, мән-мағына айыруға келген кезде бұл тоқталды да қалды. Бәрін үйреніп алды. Пижама кию, серуендеу, өзінің киімін өзі кию, сервировка, обед десе тарелкаларды бәрін қойып жүр. Адам сияқты былай қарасаң. Ал енді келіп жазусыз үйретейін деп бұл сөйлемей қойды. Азаннан кешке дейін жаттықтырған кезде 2 жылда бірақ сөз айтты. Сүт деген. Бұл қуанып жүрек жарып кетті. Қан ашқаннан кейін сүт сұрап отыр десе, сөйтсе бұл сүт дегенді былай естіп алған. Сүттің мағынасы не екенін білмейді. Ассоциация 0. Мысалы, қазір сіздерге отырып шұлақ деп айтсам, сіздер автоматически шұлақпен бірге түйені, түйемен бірге ботаны көздеріңіз елестетіп кете бересіздер, жайлы жүрген. Ал мынаған сен сүт десең, көзіне ештеңе елестемейді. Сүт қайсы екенін айыра алмайды мынау. Сосын бұл тұрғындағына бұның тілін шығарам деп тағыма, мышцаларын дамытатын қайдағы жаттығуларды жасады, ананы ілді, ананы үйтті, бүйтті, қиды, ойықтар жасады, анаған қос деді, айдеге апарып сәйкестірді. Істеді бұл біраз сөз үйренді, сөз айтатын болды, бірақ тыңдаңыздар. Сөз айтумен бұл ешқандай жеңістікке жеткен жоқ. Неғып? Бәленің бәрі мағынада. Сөздерді бір-біріменен байластырып, мәнді мағыналы сөйлем шығара алмайтын алды. Сонымен бұның деңгейі папугай болды. Папугай сияқты тек айтылған сөзді қайталайды, сөйлем болып тынды.
Сонымен бұл әбден шаршады, ит болып кетті дағына 7 жылдан кейін ғалымдардың бәрін қайттан жинады. Сөйтті дағына айтты, болды, мен паспын, баяғы амбициямнан бас тартамын, мен маймылдан адам жасап шығара алмаймын, менің күшімнің бәрі сатылды. Мен 7 жыл тек қана бір балаға жұмыс істедім, оның бәрі сөйлете алған жоқпын, тілі шыққан жоқ, маған түсініксіз. Ал неғып түсініксіз білесіздер ме? Обычно не үшін адам сөйлемейді, себебі құлағы естімейді. Құлағы естісе, естіген сөзін айтады. Ал бұның құлағы естиді, естіп тұрып сөйлемейді. Сөйтті дағыны, мен мына 5 мәселе бойынша, мен мұны айуан деген категорияға қосам деді. Тыңдаңыздар. Біріншісі, мына бала айуан ба, адам ба? Үйлеріңізде балаларыңыздың қаншалықты жануарға айналған, қаншалықты адамға айналған есептей бересіздер, оп-оңай. Біріншісі деді, бала, адам кішкентай кезінде әділетсіздік дегенді априори айыру керек, фатрат, Құдайдың салып қойғаны. Қиянат дегенді ешкім оқытпай-ақ біліп тұру керек. Сен әділетсіздікті, қиянатты айыру үшін ұрпаққа барып оқып көрмейсің. Просто тап тұрасында айта бересің, ағай неғып өйтіп жатсыз, ұят емес пе деп. Көрдің, ішіңе салып қойған. Мынау тұрып айтты, мынау сол жоқ деп. Давай тексерейік деп. Сөйтті да баланы әділетсіз жазалап, қараң бөлмеге қамаймыз деді. Апатта қамап еді, қызықтырғандар. Бұл кірмеймін деді, не білдірдім мен деді. Не істедім мен сөйтіп, мен жазалайтындай тұрып сөйлей алмайды бәле. Қасындағылар деді, міне қиянатты айырып тұр қалсам, адам болды ғой енді. Жоқ деді, адам емес деді. Тыңдаңыздар, не үшін етар оған адам бермей қойды? Себебі өзіңнің адам екенін қалай білесің? Өзіңе емес, басқа бір адамға қиянат жасалған кезде, сен соны басқа бір адамға жасалған қиянатты көріп тұрып, заступаться етпейтін болсаң, соған болыспайтын болсаң, егер ішіңнен қойшы, бастықтан ұстасып тұрып, қазір мен тұрып оның сөзін сөйлейтін болсам, бастық ертең мені мишенге алады да, бір оны жұмыстан шығарады, сондықтан мен айыпсыз қаламын деп, алатын жалақың үшін екінші біреуге қиянат жасап жатқан кезде тіліңді тістеп үнсіз қалатын болсаң, сен айуандар санатына өтіп кетесің. Сондықтан Ақтауда сіздер мұғалімдер, коллективте, мұғалімдердің арасында егер абонып отырған, гаранып отырған біреу жерде бір мектептің директорын личный неприязньмен, тек қана оның түрін жүрісін не алмаса көшіп келген мекенін руын жақтырмаған үшін ғана ізіне түсетін болса, бүкіл мектепте мұғалімдерді өре-түре бөлу керек. Қалай сенде? Бәрі егер қорқып артқа қарай шегінетін болса, массовый жануарлар жаққа қарай кетесіз. Коллективте де сондай. Егер директормен ұстасып қорқатын болсаңыз, солай болады. Сондықтан қиянат басқа біреуге жасалған кезде сіз төбелеске шығуыңыз керексіз. Түсіндіңіздер ғой? Енді екіншісін қараңыздар. Екінші пункт бойынша да бұл адамға айналады. Неғып? Адамға тән екінші сезімді айырыңдар. Мынау айтты, шаттану, қуану деді. А бала шаттанады, қуанады. Екі ақ рет күнде. Қай кезде білесіздер ме? Обед деген кезде. Секретін алып, қуанады. Сол екіншісі серуен. Серуенге шығатын киімін шығарса, мынау ойбайлап кетеді. Сондықтан мен қуанып тұрмын, адам болмаған адамға тан эмоция шығарды ғой енді, есептемейді деді. Неге деп? Қыстың күні итке тамақ беріп көріп едіңіздер, қарны ашып жатқан кезде, үйден тамақ алып шыққан кезде, сабалаған өліп, аяғын жарып береді сен. Апарасында құясың, тамақты ішіп алады, ит саған ырза. Сосын ит қай кезде қуанады? Шынжырдан тұрады, бір серуенді киімдесінде мойындағы шынжырдың қар бауын ағып жүрген кезде сабалап кетеді. Оны айтып жатыр. Бұл бәле дейді, тек тамақ беретін кезде, серуен дейтін кезде ғана қуанады. Ал негізі адамға тән қуаныш қалай болады білесіздер ме? Адамға тән қуаныш сіз танымайтын, сізге қатысы туысқан қатынасы жоқ, басқа бір адам бір бақытты оқиға ұрынған кезде, сіз жүрегіңізден соның қуанышын бөлісіп, как будто сол бақытты оқиға сіздің басыңыздан өтіп жатқан сияқты сезімді бөленсеңіз, сонда ғана сізге адам деген атақ береді. Сондықтан Ақтауда мына Фариза Оңғарсынова мектебінің оқытушылары жүр ме, мұғалімдері? Анау жерде Квантум мектебінде, болмаса да Әбіш Кекілбаев атындағы мектептегі бір мұғалім, жыл мұғалімі атанып мына жерден әкім шақырып алып мына жерде лента іліп, значок тағатын болса, мына жерде мұғалімдердің пост жазу керек. Біз осындай пәлен мектептегі танымасаң да оны, осындай мұғалімнің осындай атақ алғанда біз қатты қуанып тұрмыз деп пост жазу керек. Көрдіңіздер ме? Бірақ олар өлше жазбапты да. Ол іштек емес. Ол іштек емес. Алматыда кеше біреудің бір мұғалімнің баласы Парижге барғанда ойыннан бірінші орын алып кетті әлем бойынша. Сенесіңдер ме? Сол мектепте ана директордың штабының күшейіп кеткенін қарайсыз. Ананы баланы красный дорожканы күтіп алуға ешқандай шара ұйымдастырмады. Парижді жеңіп келген әлемді шулатып келген бала просто мектепте ешқандай құттықтаусыз жүрген. Көрдіңдер ме? Бұл деген страшный нәрсе. Ал енді күнделікті өмірде бұл
әйелдердің арасында көп болады. Егер жаңағы бір әйел қатарынан 3 қыз 4 қыз тұл болуға зар болып жүрсе, жаңа түскен ағысын егер келе салып ұл туатын болса, қай жерінде бір ыңғайсыз сезімдер пайда болады. Сөйтіп тағына роддомда жатқан абысынына тары көже пісіріп, кеспе көже пісіріп апармай өтіп, анда кеттім, мында кеттім деп ана іштарлық жібермей, қуанышын бөлісе алмай тұрады. Ең соңғы моментте ғана ертең төбелес шығып кетпесін деп WhatsApp-на бау берік болсын деп амал жоқ жазып. Ал оны абысыны біледі, бәрінің бәрін. Ах дейді, іштарға ұл тумайды деген. Сен ұл тумайды сен шынқар екен ғой сенің. Көрдіңіздер ма? Уже осыдан біле бересіздер. Егер басқа бір жерде екінші біреудің қуанышын, мына қыздарда, балаларда жайда өздерінің жануарға айналып отқандарын оп-оңай тексерсеңдер болады. Instagram парақшаларын алыңдар да, парақшаларын алып қараңдар. Қазақстанда неше түрлі адамдар өнер көрсетіп жатыр. Біреулер қуаныш, біреу жарыста жеңіп жатыр, андай болып жатыр, біреу медаль алып келіп жатыр, Индиядан жеңіп жатыр. Сіздер парақшаларыңызды ашып қараңыздаршы. Азаннан кешке дейін өзіңіздің суретіңіз басып кеткен ғой. Пәленшелермен отырмыз. Түгеншелердің тойына кетіп қалдық. Ары кетсе өзінің менің Аликошым сол облысқа барып 9 марттан бірінші орын алып келді. Сен Аликошымнан басқа Маликоштар бар ғой. Жеңіп жатқан енді. Мен как Ақтау қаласының тұрғыны ретінде осы біздің бейнеден шыққан осы оқушының астынаға басылып келгенін естіп қатты қуанып отырмын деп өлсең пост жазып жатсың десең мына жерде. Ал мына қыздардікі вообще бұларды духовная катаракта. Бұлар суретке былай түседі міне. Осылай ғой өзінен басқа. Көрдің? Масұрттағын айтты. Авиаронға адам деген статус бермейміз деп. Неге деп? Бұл бөтен бір адамның қуанышын бөлісе алмайды. Көрдіңіздер ғой, өзіңіздің қаншалықты адам, қаншалықты уже айуанға айналып бара жатқаныңызды, және осыдан емделмейтін болсаңыз, қатарыңызда қалай иттіп алшып өретініңізді енді пример есептей берсеңіз болады. Себебі ессіз еп бара жатсыз. Так, үшіншісі имитация. Есі дұрыс адам өсіп отырған кезінде жақсы нәрсені көрсеткен кезде бір ғалымды көрсеңіз, қалай еді? Болмасам да ұқсатсақ бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмай қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, оны өзім алдызып, көңіл бөлсеңіз ба? Есі дұрыс оқушыға идеалдарды, қанышты, ананы мынаны көрсеткен кезде бұлар тартылу керек соған. Бірақ оған мына біздің қазіргі соңғы 30 жылда пайда болған тупица мамаларымыздың бәрі алып тағын. Не істейсің оларды? Илон Маск сияқты болсаң, Джек Ма сияқты болды. Дүниеде отырғандардың бәрі сонымен ауырды дағыны, Маңғыстаудан шыққан әулиелердің бәрі идеал болудан соңғы 20 жылда қалды қазір. Мен 98 жыл алғаш рет Маңғыстаудың балдарымен 92-93 қазір түскен кезде дүниенің балдарымен көрші болып тұрдым. Сол кезде бәрі пірбекет десе орнынан ат тұратын тұғын. О, біздің атамыз тұғып деген құрып тұратын. Қазір баш, Аллаху акбар. Солар қазір келсе сол Маңғыстаудың балдары Ақтаудың кеше келіп маған Илон Маск туралы повязаться деп тұрды. Көрдің, содан ақ біле бересің. Уже іштегі имитация өте нашар. Сырттағы идеалдарға дұрыс ұмтыла алмайды. Мектепте уже ноль, ешқандай идеал қалған жоқ деген сөз. Ол төртіншісі креатив. Бала бірдеңені жасап, аман да жаңа нәрсе жасаған кезінде ғана ол үздіксіз даму жолымен. Онтологическая истина деп айтатындай кемелденуге қарай кетеді. Енді сіздер қазір қыздарға таңқаласыздар, қазір қыздар күйеуге тиіп тағын 2-3 айда ажырасып келе береді. Неғып ажырастың десең, болмайды, сылтаулар айтады, сенің баяғы 80 жылдарда көрген қиындығыңды салыстырсаң, анаң бұл 100-1-іне де сәйкес келмейді. Мынау қазіргі жасы 50-ге 55 деген әйелдер төтеп береді соған. Себебі сіздердің кішкентай кездеріңізде креатив болған. Ол не білесіздер ма? 50 градус ыстықта мына отырған апаларымыз үйдің артындағы көлеңкеге отырып алып, мынандай қолдан торт жасап балшықтан соны ойнайтын тұғын. Сөйтіп бір-бірінің үйіне қонаққа барады, құмнан үйшік жасап қояды. Анда торт пісіріп, мына жеп. Қалай екен? Ау, кішкентай осылай отыратын тұғын. Сол сіздердің ойнаған балшық ойындарыңыз бар ма? Сұмдық сізді адамға айналдырып жібереді. Сол үшін сіз қалаға алғаш келген кезіңізде бір ауыз орысша білмесеңіз де күресіп, қиратып, 5-6 бала туып, инені бағып, оны өлтіріп, оны шығарып салып, оны жеңсіздеп тұрып, мына жақтан баймен төбелесіп, оны жеңіп, оның ақшасын сыпырып алып, жеңістен жеңіс пе сіздер? Көрдіңіздер ме, сіздер ештеңе тоқтата алмады. Соның бәрі не үшін деген кезде ол креативтен ұрды. Так, 5-шісі деді, мынау уже точно айналып айналып бітті деді. Не үшін? Себебі, есі дұрыс адам болса егер еркек, бұл 15 жасқа келгеннен бұл жыныстық пісіп жетіліп тағын қыздарға қырындау керек. Біздің кезімізде білесіздер ма? Ана 88 жылдарда 15-16-ға толған кезде, ойбай, іштегі гармон ұрған кезде сұлу қыз көрсек, ана көрші кластан қыздарды көрсек, бірдеңе деп қалуға тырысып,
лестницадан кетіп барса шашын тартып алып бантигін жуып алып жүгертерге барса жүгерінен ұрып ойбай ағайлар ұстап алып сабап қыздарға хат жазғандар линейкаға салып пирім ғой ай қызға хат жазып не дейін сен сабағыңды оқып ал сен деп міне енді қазіргі еркектерде сұлу қызға қырындайтын нелердің бәрі телефонның кесірінен әсіре өлген да красавицаны алып келсең өліп өшіп ғашық болмайды отыра береді. Сондықтан қыздар, қыз-келіншектер сіздерге ренжисіздер ғой, еркектер оңбаған ақсыз сұлу көрсе сұқтанып қарайды деп. Енді 5 жылдан кейін түріңізге сұқтанып қарайды, еркек көрсеңіз той жасайсыз. Адам мынау, адам. Не үшін? Себебі бұл Аверонды алып алды да, мынау егер еркек болса, бұл нормальный қызға қырындау керек деді да, бұны 18-ге келген кезде Париждің красавицаларына қонақ қылды. Оған ойбай Париждің атақты бәленше дегені бар. Соған мына париктерін алып, шашын бұйралап, үстіне жокидің бәрін сеуіп, бір қонаққа келді. Мынандай дастархан жайып, Аверонда ана сұлу қыздың түріне сұқтанатын шығар. Ішіндегі еркектік инстинкт оянатын шығар, қарама-қарсы отырғызып қойып еді. Сұлу қыздың түріне қарап, тамсанған былай тұрсын, ананың алдына тамақтың бәрін алып алды. Ішіп жеп, таусыда артылған бәрін етегіне салып алды да, сыртқа апарып талып түбі көміп тастады, ай болса. Сосын айтты, сор мынау бітті шаруасы деді. Негізі ондай жануарлар да болады. Жануарлар тек шағылысып көбейетін кезде ғана 3-4 күн инстинкті Құдай босатады да, сол кезде олар жаңағы күйік кезінен бір-біріне шауып, тұқымы көбейеді, Құдай жауып тастайды, болды. Ал еркектерге сіздер рахат өмір сүрген дейсіздер ғой, бізге өте ауыр. Бізге не забыреміз, сметана беру керек. Еркектерге бізге аман да қауіп төніп тұрады. Бөтен сұлу әйелмен бетпе-бет келіп қалған кезде ішіндегі инстинкті постоянно қадағалап қатаң ұстап отырмайды болса, минимум жылтыңдап көзіне шығып кетуі мүмкін. Ол әйел барғасын айтады, оңбаған ұялмағы ұятсыз көзінен ішіп жеп барады ғой деп. Ештеңе білдірмегенде, ал егер білдіретін болса, ол вообще страшный қылмысқа дейін кетеді. Сондықтан да мына жабайы жануарлар әлемінде изнасилование деп аталатын қылмыс жоқ. Жолбарыстар, қасқырлардың арасында. Изнасилование тек адамдарға ғана тән. Не үшін сені соттайды за изнасилование? Инстинкті контрольде ұстамаған үшін соттайды сені. Ал енді мына Аверонды алып кетті, салып еді, бұл жануарға айналып кеткен, вообще ойланбайды. Сондықтан бұның шаруасы деп. Сонда айтты, грантты жабамыз, мен басқа ғылымға кетемін. Деп та бұл ухо-горло-нос деген медицинаның құлақты, тамақты, мұрынды зерттейтін саласын осы қалыптастырған. Мен кеттім деп та бұл 7 жылдан кейін жапты. Бұны ана жанашыр әйел үйіне алып кетті, точно жануарға айналып кеткен бұл. Себебі дәл иттің жасына келген кезде бұл 40 жасында өлді. Ал итақтың өзі 67-ге дейін қартайып өлді. Өлгенше бір нәрсені түсінбеді. Нар сөйлемейді бұл. Құлағы естіпті ғой, бұның 6 жыл азаннан кешке дейін жаттығу жасадым. Бұның ойлап тапқан жаттығуларының бәрі ғылымға айналды дағыны, қазір дефектологтар пайдаланып жүр, ақыл-есі кемтар балалардың миын жаттықтыратын жаттығудың бәрін итақ ойлап тапқан. Түсініңіздер ғой? Сөйтті да бұл тынды сонымен шаруасы. Ол не үшін таба алмады? Енді қызықты қараңыздар. Мына проблема қаяқтан болып жатыр. Итақтың басын жетпей келгені 1807 жылы нейробиология дамымаған, микроскоп жоқ, адамдар миының ішіне кіре алмайды. Сөйтіп бәленің бәрі мына жерден шықты ол. Мына брокколи аймағы деп көздің астында тұр. Екіншісі мына вереника аймағы зона. Неде извилиналар бар, неде тағы да еріндер бар. Мынау неге жауап береді? Бұл грамматикамен сөйлеуге жауап береді. Мына көздің сол көздің астында өткен шақ, келер шақ, батыс септігі, жатыс септігі осында мына жерден ұрып жатыр қазір. Ал құлақтың астынан не ұрып жатыр сонда? Бұл жерде ең қызығы осы жерде. Мына құлақтың астында смысловая паутина дейді. Мағыналық өрнектер жатыр ән жерде. Құлақтан кірген кезінде мәнді мағыналы әңгімені ұстап отыратын даналық ізгіліктің темасы мына жерде жиналады. Сөйтіп көздің астына қарай жібереді. Сондықтан да сіздер қазір мектепте даналық үйретпейсіздер. Мектепте балабақшада ізгілік үйретпейсіздер. Үйлеріңізде отбасында отырған кезде даналық ілім оқытылмайды. Сондықтан да сіздің балаңыздың құлағына бесік жырында ештеңе өтпейтін себебі сол. Сосын мектепке береді дағына 6 жыл қазақ балабақшасына барса барды, бармаса жоқ. Енді шустрый болып өседі дейді дағының орыс мектебіне береді. Ақтаудың өзінде ойбай, біз 98% адайлар отырмыз, бізде орыстың қазақша сөйлейді деп мақтанасыңдар ғой. Маған талай келді, бір ауыз қазақша сөйлейді. Орыс мектебіне беріп ұстаған. Алып келді, мына адам қып беріңдер деп отырасың, ана көргенсіз бәлемен жағаласып сол. Бұл деген не деген сөз? Бұл деген сөз, сол жақ уставать етті деген сөз. Енді мына жақтан ләкілдеп сөйлей бересің, бірақ мына жақтан ештеңе кіріп жатқан жоқ. Енді қазір сіздер қартайып жатсыздар, 50-дегі кісілер, ертең сіздердің іштеріңізде бір қауіп қатер бар.
Ол не? Қартайған кездеріңізде сіздер үйлендіңіздер. Үйленгеннен кейін сіздердің әкеңіз шешеңіз қартайды, оны сіздер бақтыңыздар, абыройға төтеп бердіңіздер. Сөйттіңіздер дағы оны ақтық сапарға шығарып салдыңыздар. Енді сізді келін баға ма, бақпай ма? Бағлап қалсаң уже. Сен қаптар үйіне түсіп ұстай ма, қос түске түсіп ұстай ма, оны бір құдай біледі. Қай жерде қолы бөлетінін білмейсің. Не үшін? Себебі қазіргі қыздар ата енесін бақпайды дейтін себебі қазіргі ата енелердің бәрі жүйесіз, жөнсіз, мәнсіз, мағынасыз сөйлей беретін болып кеткен. Үйде келіннің тірлігіне араласа, кухнядан шықпай отырып алады ана. Ал негізі А бөлімге жететін кезде овер контролдан жаңағыдай динайын дейді. Яғни артық бақылаудан адам 60-тан асқаннан кейін тыйылу керек. Болды, мен пенсиямды есептемеймін. Мата сатаңды өзің не қыл? Соғым соясын ба, жылқы соясын ба, тайнақ соясын ба, білгендерін істеңдер. Мені үйдегі иттішілікке енді араластырмаңдар. Мен енді дүние сөзін сөйлемеймін, тәсібімді аламдағы отырып, калимамды қайтарып отыра беремін. Немерелеріме ертегі айтамын, тақпақ үйретем болып келсе ол келін оны қуана бағатта біріншіден пенсиясын алады, екіншіден тегін не айна. Көрдіңіздер ме? Ал сондықтан да қазір сіздер уже кетіп бара жатсыздар байқамайды. Мына гәптің бәрі мына жақтан ұрып жатыр. Қазақстанда сіз ондай мәнді мағыналы үйрететін, даналықты үйрететін кітап таппайсыз. Не үшін? Себебі сіздер соңғы 10 жылда оқып жатқан кітаптарыңыздың атын айтайын. Богатый папа, бедный папа. Как выйти замуж за миллионера. Как стать за 10 миллионера. Самый богатый человек в Вавилоне. Соның бәрі скоро сіздерді отырғызады. Одан бөлек, ана семинарларға кеттіңіздер ма, жаңағы қызыл жіп жасты нәски алып болған шығарсыздар да? Қалай, байдыңыздар ма, былай? Көрдіңіз? Ал бейшара итарып оны білмеген бей өмірден өтті. Енді қызықты қараңдар сендер. Это еще полдела. Енді 32-ші жылға келеміз. 1801 артта қалды. Енді 32-ші жыл не болады? Адамның эссенциясы бар ма, жоқ па деген бар емес пе баяғы? Оны философтар, пайғамбарлар, әулиелер бұрыннан айтып келе жатыр. Пайғамбардың сөзін білесіздер ме? Періштені жаратты, ішіне ақыл қойды. Періште ақыл менген. Хайуанды алып келіп, ішіне шахуатты қойды. Хайуан болып кетті. Адамды алып келіп тағыны шахуат деп айтады ғой жаңағы. Адамның ішіне шахуатты да ақылды қатар қойды. Ақылды жеңген адам періштеден жоғары болады, шахуат жеңген адам айуаннан төмен болады деген. Ол бұрыннан бар ақиқат. Бірақ позитивизм пайда болды. Позитивизм деген не? Сол айтылған нәрсені адам айуаннан да төмен болады дегенде. Көзден көрмесе, қолмен ұстамаса, сенбейді. Эмпирика деп айтады соны. Эмпирика деген лабораторияда эксперимент жасамаса сенбейді. Ал жақсы. Ал енді адам айуанға айналатын эссенциясы бар ма, жоқ па? Философтар айтып тұр, пайғамбар айтып тұр, айуан болып кетеді байқаңдар деп. Жоқ дейді, біз тәжірибе жасауымыз керек. Тәжірибе жасайсың, тыйым салынған адамға жасай алмайсың. Енді Келлог деген профессор тұрды да бірдеңе ойлап тапты. Аха, жақсы. Адамды айуандардың арасына апарып сала алмаймыз. Солай ғой, иә? Онда керісінше жасайық деп. Айуанды адамдардың арасына келсек не болады? Себебі шимпанзенің баласының правасы жоқ қой, конституция бойынша. Иә? Барды зоопарктың директорынан келісті дағыны 7 айлық шимпанзенің баласын үйіне алып келді. Оның Гоа деп әдемі азан шақырып ат қойды олар. Дағыны өзінің Даниэл деген баласын алып тағы 9 айлық баласын қосты. Сөйтті дағыны айтты. Әйелі өзі эксперимент сөйтті, грантты жеңіп алды, 5 жылға ақша бөлді. Енді маймыл мен адамды қатар қояттағыны ана шимпанзені адамға айналдырып жіберу керек болады. Бірдей төсек салды екеуіне. Бірдей сумка алып берді. Бірдей кітап, мейірім, махаббат, каша, ойын, топ, бәрін бірдей сыпса. Әйеліне де айтты, мейірім, махаббатыңды аяма, ана өзінің баласын қалай айналып болғанса, Гуанда тура солай бауырына басып, жаным, күнім деп сөйтті дағыны, енді сол экспериментті көрейік, бұл қалай болады екен енді. Біз ұшылайын соны пайдаланып. Міне Келлог 32-ші жыл. Winthrop Kellogg was a renowned psychologist. He wanted to study the differences between monkeys and humans. He experimented with his own child, resulting in a twisted outcome. He got his wife involved in his research. At first, the plan was to welcome a baby monkey and teach them to behave like a person. He never thought that his son would be negatively affected by it. That's how... Мынау 5 жылға жүру керек еді.
9 айдан кейін екеуі тревога көтерді. Тоқтат, тәжірибені құртатаң әмеретінен деді. Не үшін? Себебі 9 айдан кейін біздің шимпанзе адам айналады деп отырып, бұның баласы маймыл айналып кетті. Тура соқсап жүре бастады, тура соқсап ұйықтай бастады, тура соқсап ау деп маймыл соқ сөйлей бастады. Ал бұаға ештеңке де болған жоқ. Уже ғылыммен дәлелденді. Айуанда өзгермейтін эссенция бар, ал адамда эссенция жоқ, болмысының ішінде тұрақты нәрсе жоқ болып шықты. Енді бұнымен бір біткен жоқ. Эксперимент бітіп қайтқаннан кейін арада жерде баласы 9 айлық па, 22 жыл өткеннен кейін түсініксіз неге байланысты екенін бала өзін өзі өлтіріп тастады. Бұл оқиға суицидпен аяқталды. Содан бұл әке-шешесі айыптады профессорлар, сосын заң шығарды. Бұдан былай енді адамға экспериментті мынандай аяқта жасамайсың. Вообще адамды баласын үйтіп қорғауға болмайды. Айуандарына forbidden эксперимент, жұмсалған эксперимент деп атайды тұр сол. Сөйтті дағының бұл тынды, бұл оқиға осымен бітті. Бұл деген не деген сөз? Сіз үйіңізде мен жағдай қазақтың ішінде алшын, оның ішінде 12 ата байлы, оның ішінде адай, оның ішінде бәленнен қараймыз, бізден түген әулие аталарымыз шыққан дейсіз ғой. Сіз ойлап тұрсыз сол эссенция менде бар. Олардың бәрі сондай деңгейге көтерілу үшін қатты жұмыс істеген бір заманда. Қазіргі сіздер сияқты отырып алып, богатый папа, бедный папа болмайды ол кезде. Ол кезде басқа заттар болды. Так, енді 71-ші жыл болады. 71-ші жылы нейробиология дамиды дағыны уже микроскоптың линзалары қалыңдайды. Енді адамдар мидың ішіне терең кіреді. Енді сұрақ қайта басталды. Баяғы 150 жыл бұрын итарттың баласы нақ сөйлемей кетті ана оңбаған. Аверон. Вот соны білу керек дейді. Енді оны анықтайын десе, маймыл жоқ, Маугли жоқ. Сөйтіп тұрған кезінде Құдай жарылған, оларды 71-ші жылы Лос-Анджелесте бұлар қаланың қақ ортасынан Аверон ұстап алды. Қалай болды оқиға? Соңғы бір әйел келеді, қасында инвалид қызы бар. Пособие ма бірдеңе анау толтырып отыр әйел. Анау қарапта қызы қараусыз, ешқандай бір жаттығусыз өсіп жатқан қыз екен байқап қойды. Үйіне кеткеннен кейін алдында полицияға салды. Осында бір әйел бір адрестен келіп, баласы маған жоқ тексеріңдер. Полиция бақтан патып-пұтып үйіне басып кірді, кіріп барса, точно. Үйінде мылтық ұстаған бір есуасы шизофрениямен ауыратын бір жынды отыр. Барды бірдеңкасын бұзып еді, есіктің алдындағы бір бөлмелі сарайдан 13-14 жасар қызды ұстап алды. Ана қыз 2 жасқа дейін ғана үйінде мамасының қасында өскен, тіл шыққанға дейін үлгермеген. Бір күні телевизор көріп отырған кезінде бала жылаған. Есуас әкесі мына бала жылап жатыр, кино көрсетеді, мынаны апарып қамап тастайды. Баланы қызды апарып қамап тастайды. Қамап тастағаннан кейін 13 жыл бойы болған, ешкім сөйлемейді. Құрайшын тамақ барып кетеді, тамақ береді кетеді, ана горшок беріп қойған, отырмайды, Құдай өсін. Содан 13 жыл жүрмегеннің кесірінен бұның жамбастарының бәрі жабысып қалады да, буындарының бәрі қимылдамағаннан майысып, бұл адам сияқты жүре алмайды. Қатты тамақ жемегеннен тістерінің бәрі қисайып уже. Мойны, түрі бәрі өзгеріп кеткен ананың. Содан айқай шу төбелес бүкіл Американ ғалымдар жабылданаға сөйтті, мынаны қайтып адам қалпына келтіріңдер деді. Енді ол адам қалпына келді ме, келмеді ме, келсе қандай деңгейде келді, енді мына көрейік, қараңыздар. Шығар дауысын. Story of a girl who spent her childhood locked in a bedroom. The girl reportedly was still wearing diapers when a social worker discovered the case 2 weeks ago. Raised in isolation, Jeannie was a wild child, uncivilized, barely able to walk or talk. The indications are that she was beaten for making noise. With footage never before seen on television, Nova follows the controversial efforts to unlock the secret of the wild child. The story begins in Los Angeles on November 4th, 1970. Officials in the law. Тыңдаңыздар. Джейни адамшылыққа тура Аверон сияқты деңгейде ғана айналды. Киім киюді үйренді, көрді ме, жүруді үйретті гимнастикамен, кейін шабатын болды, суға жүзетін болды, тісін қайтып шығарды стоматологтар, бәрін реттеп берді. Ең соңына келген кезінде сөйлете алмай қалды. Сөйтті дағыны қанша жұмыс істеп 200 сөздей ағылшынша үйренді, бірақ грамматика меңгермеді. Тура ағылшынды білмейтін адам сияқты үздік сөздерді инфинитив түрінде ғана сөйлейді, бірақ грамматика мән-мағына шығара алмайды. Сонымен бұлар тұрыптағыны енді 1807 жылы Аверон сөйлемеген еді.
1971 жылына тағы да сөйленмей тұр. Нағып сөйлемей жатыр мынау. Тексеріңдер деді. Тексерді дағыны жаңағы 2 зонаны тапты мидағы. Ал енді зона тұр. Нағып сөйлемейді. Тыңдаңыздар. Сіздер мен біздердің құрған жеріміз осы жерден басталады. Мына ми оптимизация жасайды. Мына тұрған тұрысында бұл ештеңе ойламай жай тұрған күннің өзінде денедегі энергияның 23%-ін жеп тастайды. Егер қаттырақ ғылыммен айналысып бірдеңе терең ойлансаң, одан да қатты ала бастайды, тоқтап. Енді не істейді? Ми, қараңыздар, мына даналық кіретін сол жақ құлағымызбенен жүйелі сөйлейтін көзіңіздің астындағы 2 извилина 13 жылға дейін ғана күтеді. 13 жыл күтеді, ашып тұрады. 13 жылдан кейін ми оптимизация жасайды. Оптимизация деген артық шығынды қырқу деген сөз. Сосын ми тұрады айтады, мынау 13 жыл болды, не даналық үйренбейді, не жүйелі сөйлемейді, бұл сөзін қолданбайды. А бірақ энергияны жеп жатыр екеуі. Енді не істейміз? Жабатасын әрекеттейді. Сөйтеді тағыны 13-тен кейін мынаны да ми бір жолы жауып тастайды. Қайтпайды, болды бітті. Осы Дженнидің оқиғасынан кейін барып критический период деген термин шығады. Критический период деген сөз баланың туылғаннан бастап 13-ге дейін ғана мынандай аңызбен әртүрлі нелерді, хикаяларды, қиссаларды айтып отырып 13-ге дейін ғана жетіп дейсің. 13-тен асқаннан кейін magical thinking дейді. Уже қиялмен, аңызбен қабылдайтын адамның мидың қабілеті ұшып кетеді дағы, оның орнына рационализм келеді. 13-ге дейін ғана сен ұшатын кілемге сенесің, 14 жастан былай қарап космический корабльға сенесің. Ал енді біздің пысық жағы мамочкалар не істейді? Олар ертегі өтіп кеткен заман, менің қызым осы бастан рационализм университетте 6 жасар, 7 жасар қызына космический корабль туралы кітап сатып алып береді. Енді ол қызым 14-ге келгеннен кейін вообще ештеңеге сенбейтін болады. Одан оны нигилист деп айтады. Бәрін лақтырып тастап отыра береді, талмаса мәнсіз андай мындай деп отыра береді. Сондықтан Дженни табылғанға дейін сөйлеу мәдени құбылыс деп айтқан. Осыдан кейін бар, жоқ, бұл биологиялық құбылыс. Яғни мынау биология араласып жататын жерге деді. Сондықтан сіздер туылғаннан бастап, менің балам осыма басында бақыттысыма, ғайбенің қыршықтен бөбегімнің досыма, ла илаха илlallah да пайда бар, Мұхаммедтің үмбеті осындай бөбек пайда бар деп, анау құлағын ұстамайтын болсаңыз, сенің қызың, балаң түсіне ма, түсінбей ма, ода сенің шаруан болмау керек. Балаң бесікте жатыр ма, Маңғыстаудың жырларын бәрін алып қол қойып көрсін сен жерге. Ол сіңе береді құлағына, мына жерге ол шөге береді. Есейіп, жасы оның 18-19-ға келгенде барып сөйлеген кезде аузынан дүргі ауға төгіледі. Көрдіңіз, сондықтан сіздердің мына Хускеуде деген аты сода шыққан. Бәрі мұнда пустотаға ұрынғаннан кейін сен Маңғыстауда туып өссең де, атаң атақты жыршы болса да, немересі жыр тыңдай алмайды қазір. Отыршы сен күйге, жырға тыңдайын деген сол. Бәрі тез кетсін әншеге. Сонымен бұл жаңалықты енді 71 жылы ашты. Осыдан бастап барлық Америкадағы әйелдердің бәріне айтты, балаңа еге бол. Өсек шығатындармен бірге отырғызба. Үйінде мынандай бөпем отырған кезінде атыс, шабыс, сондай жаңалықтар естілетін болмасын. Радиода ғана рок, андай металлический звуктың бәрін құртыңдар, сол жақ несін, извилинасын бәрін поражательный ана бәлдерде. Сөйтті дағыны тек қана мәнді, мағыналы, домбыраның қоңыр үні өте жұмсақ қой. Сол есімді көрген классикалық звуктар. Енді қайттан бір жаққа барамыз. Так. Мынау Дженнидің оқиғасы ғой дейін, тұрақтай тұр. Енді 1992 жылға келді. 92 жыл не болды енді? Ал адамда эссенция бар ма? Жоқ. Жаңа мәзі отырсыздар ғой, мен баламды математикаға бармын, бетен қырып жатыр деп тоқтай тұрмыңыздар. Балаңыз қыра ма, қырмай ма, оны адам білеміз қазір. 92 жылы Украинада перепись населения болады, халқының санағы жүреді. Сол кезде бір хуторға бір адамдар келеді, акиматтан. Келіп тағын, кім бар деп айқайласа шарбақтан. 15 жасар дәу ит келіп тұр оның жерге. Мына тұрған, вау деп үріп. Алар аузын ашып қалды, мынау сөзін алмау. Ит кәдімгі, қауы тұр. Содан бұлар тұрып полиция шақырды. Содан аудан, облыс, республика, Киев, вертолеттен келді дағын бәрі қаптап-тағына ұстап алды мынаны. Сөйтті дағын, мынау не сұмдық мынау? Шешесін алды да оны тергеуге әкетті. Енді оқиға не болып жатыр сонда? Бұл бейшараға не көрінген? Тоқтай тұрыңыздар. Бірінші көрейік, бұл қандай деңгейде итке айналып кетті. Мынаны қарасаңыздаршы.
looks like some kind of strange hoax. Ukrainian girl Oksana Malaya running, jumping, eating and barking just like a dog. But this is no fraud. Oksana's behaviour is the result of the most cruel childhood neglect. Her parents were alcoholics, and one night, too drunk to care, they left their infant daughter outside in the cold. Looking for warmth, Oksana crawled into the farm kennel. Curling up with the mongrel dogs probably saved her life. For the next 6 years, from the age of 3 to 8, the kennel was Oksana's home and the dogs her family. She had very little human contact, and when finally discovered, it was obvious there'd been catastrophic consequences for Oksana's development. Бұл қалай итке айналып кетті енді? Бұл адамша да сөйлей береді. Бұл адамша да сөйлейді. Ит те бола береді. Не үшін? Себебі критический период 12 жылға созылған қыздарда, оларда 13 жыл. 6 жылы шешесінің қасында өткен туғаннан 6 жасқа шейін. Сондықтан бұл адамша сөйлей алады. 6 жасқа келген кезінде бұның шешесі бір любовник тауып алады да, екеуі арақ ішеді. Сосын енді армансыз ойнап күлейін десе, 6 жасар бала неше жетеді, ананы құрт дейді. Қыстың күні январда Оксананы далаға шығарып тастаған қарға. Содан бұл үсіп өлетін болғаннан кейін еңбектеп барғанда, жаңа итті көрдіңіздер ме? Сол иттің ұясына кіріп кеткен. Иттің бауырына басап тағып тамағын бөліседі. Содан бұл соңғы 7 жылын иттің ұясында итпен бірге тамақ жеп тағып, сонымен бірге секіруді, қабуды, үруді бәрін үйреніп алады. Сол мыналар келеді тағына, о ата-ана келеді. Енді ана соттайын десе любовник қақта қалған. Құдай білсін, шешесін алып соттады, одан түкке пайда жоқ. Мынаны алып барып тағын интернетқа жатқызды. Ал мынаны қалпына келтіріңдер деді. Қайтадан бұған туалетке адам сияқты шығу, пижама киіп ұйықтау керек, ол зұлмай шөтіп пайдалану керек. Тамақты іше алмайды бірінші кезде. Ал первый, второй, третий деп қойса, сорпа, қою тамақ, компот бәрін тостап төңкеріп жібереді тағына, қасық лақтырып тастайды, ит сияқты шалқылдап тілмен ұратын тұғын. Ойбай қолымен же деп жаттықтып, ең дегенде тамақты қасықпен жейтін қылды бұны. Алып келді, бірақ бәрібір көрдіңіздер ма, адамның ішінде болмысында, бос тұрған жерде зыр иттің эссенциясы кірді ма, қайтып шығара алмайсың. Обратной дороги нет, билет в один конец уже. Сөйтті дағына бұны еш жерге әрі көрді, бері көрді, жарамайды. Арасында ашылған кезде қасында отырған апасын агрессия болатын болса, ит сияқты қауылатын оған. Содан бұны атпағатын бір неге жіберді тағына, сол жерде қазір аттарға жем береді бұл. Соғыс болады, білмеймін, соғысқа кетіп қалмаса. Арасында бұл ток-шоуға шақырып, бұл сөйлетіп, үйтіп отырады. Бұның шығатын қорытынды тыңдаңыздар. Енді сұрақ. Сонда біздің адам деп жүргеніміз не? Ит па? Маймыл ма? Жоқ, шаян ба? Не өзі? Сондықтан естеріңізде болсын. Өмірге адам болып келген соң, адам болып өлу парызым деп атады ғой, қате. Сіз дүниеге туылған кезіңізде кім екеніңіз белгісіз. Адам түсініксіз болмыс деп айтады. Орысша хайдеггерлердің айтып жүргенде заброшенный дейді. Піспеген шала күйінде осы дүниеге лақтырып жіберген. Кім болып шығатынын өзінің шешесін деп айтады. Сондықтан ал енді сонда адам вообще сенсіз жоқ па еді? Бар деп айтады. Ол не десе божественное начало дейді. Адамның ішінде ит те бар, жылқы да бар, шаян да бар, аю да бар, тасбақа да бар, бәрі бар. Бірақ сонымен бірге оның ішінде Құдайдың да нұры бар деп айтады. Уанафахту фихи мир рухи деген. Құдай өзінің болмысынан адамға рух үрледі деген содан қалған. Енді қызықты қараңыздар. Егер кішкентай кезіңізде бар ішіңіздегі Құдайдың эссенциясын дамытатын болсаңыз, онда сіз Құдайға ұқсай бастайсыз. Мынаның қорқып кеттіңіздер ғой, ойбай, адам деген сұмдық қой, анағанда мынағанда айнала береді деп, бұның бір плюсы бар. Яғни сіз Құдайға да айналып кете аласыз. Әулие Құдай емес, Құдайдан былай емес дейді. Ал бұл бір заманда, осыдан 70 жыл бұрын Маңғыстауда бұл мастерлер болған осындай. Оның ең үлкен мастері Бекет ата. Сондықтан Бекет атаны айтады. Көрдіңіздер ме? Оның ішінде адамның эссенциясы жоқ, оның ішінде Құдайдың эссенциясы бар. Әулие деп жүргендер сол олардың. Сондықтан қазір келді дағына тоқтатты. Все болды. Енді арғырап адамды осылай отырып алып, рухани тәрбие бермей, қазақша тәрбие бермей, құр математикамен, английскиймен қуа беретін болсаңыздар, айтпады демеңіздер. Ағылшыннан 9 алып, 8 алып мәзір үшіндер ғой, ертең балдарын қуыс кеуде жыр тыңдамаған, күй тыңдамаған балдарын Америкаға барады ғой,
қыздарың лесби, балдарың гей болса, вообще таң қалмаңдар. Маған бұлай болып кетті деп. Себебі оның ішінде защитный линия жоқ, анаған қарсы. Аман қалды деген күннің өзінде олар ЛГБТ-ның флагын алып келеді да, Ақтауға қадап қояды тағына. Ода тұрған не бар екен? Бұған цивилизация, қазір бүкіл цивилный әлем бұған нормально относиться деп отыра береді. Бүкіл мәдени құндылықтарымыздан айландырған 10 жылдың ішінде әліп құласты деген. Дәл осылар осы темппен кете беретін болса. Ал енді мынау отырған не мектеп, не әкімшілік, не мәдениет бөлімі, не діни орталықтар біреу жауап бермейді балдарыңыздың тағдырына. Біреуінің жаны ашымайды. Міне қазір Ақтауда қанша жұмыс істеп жатыр. Единственный осы Фариза Оңғарсынова атындағы мектепте ғана биыл бірінші рет істеп осы 4-5 кластың балдарына әділ нәпсіға дейінгі бір белсенділер кітап жинап сатып алып берді. Бірінші Ақтауда бір мектепте жүріп жатыр. Баланың ішіне рухани құндылықтарды жүйелі түрде енгізу деген Ақтауда жалғыз мектеп. Қалған жердің бәрі математикамен орыс тілімен оқып жатыр қазір. Күннен күнге уже ығысып бара жатыр. Сондықтан болды. Салафизмге қарай кетсең, арабизация болмасын, топас боласын, террорист болып кетесің. Ол да басын нәрсе. Мына западный либерализмге қарай кететін болсаң, ЛГБТ-ның сөзін сөйлейтін оңбағанда пайда болады. Ал ортасына шығатын бір жол бар. Ол қазақша тәрбие. Қазақша тәрбиеден басқа сіздерге ешқандай жолған жоқ. Қазақша тәрбие скоро трендке айналады. Тоқтай тұрыңыздар. Енді бір мәселе бар. Маған айтады, сіз дейді Украинадағы бір алқаштың кесірінен ит болып кеткен қызды, 2 ғасыр бұрын орманнан табылған бір маймылды 32 жылы из-за неопытности баласын шимпанзеге ұқсатып алып өлтіріп алған біреуді көрсетесіз. Бұл массовый характер алып жатқан жоқ, сіз үйтіңізді қорқытпаңыз, құрметті Санжар Керімбай дейді. Кешіріп қоярсыздар. Мынау не енді? Популярный во всем мире тренд с квадроверами дошел до Казахстана. В социальных сетях появляется все больше кадров, где дети и подростки надевают маски и подражают поведению животных. Психологи на такое увлечение смотрят с опаской. По их словам, обычная забава может перерасти в образ жизни и даже привести к травмам. Дана Ермак продолжит тему. У детей и подростков по всему миру появилось новое увлечение под названием квадробика. Все, кто в теме, надевают маски, ходят на четвереньках и имитируют движения животных. Соцсети пестрят кадрами соседних стран. Тренд дошел и до Казахстана. Пользователи делятся кадрами, как по улицам Алматы, Астаны и Семея гуляют подростки в масках зверей. У некоторых даже есть лапы и хвосты. Так, мынаған не дейсіздер енді? Мынау сіздер мен біздерге мәдениеттің ошағы болып көрінетін бару арман болған әсем қала Алатаудың етегіндегі Алматы мен Арқаның төсінде жарқырап тұрған Астана қаласы. Ал консерватория ашып жатсың, шабытты ашып жатсың, хан шатырын соғып жатсың. Не пайда содан саған? Не пайда? Мынаны бітетін болса. Сондықтан бұл шынымен де массовый характер алып барады. Так, защитный линия қайда? Жаңағы сырттан кіретін бөтен эссенцияның бәрін кіргізбей желкесін қиятын құндылықтарды естеріңізде болсын. Трансцендентные ценности, яғни ғайыптық тәнді құндылықтар деп отыр. Олардың бәрі алтын орданың кезінде жазған. Қиссасул әнбияңыз, ол әділ нәпсіға дейін салт дәстүр сөйлейді, оны сияр шарпыңыз, ясауи феномені, ол отбасында 30 сұрақ, 1000 сұрақ, экософия сонымен кете береді. Осылардың бәрін, мыналардың бәрін эссенциясын адами, құдайлық неде қалыптастыру үшін әдейіге солай жасайды. Сондықтан болды, сіздер енді обратный дорога нет. Әлем бойынша не істелерін білмей жатыр. Ал бізге мына құндылықтарыңды бізге үйретесіңдер ма? Қалай істеп жатсыңдар сендер деп бізге көп келетін мемлекет. Кім білесің, отбасы хрестоматиясын іздеп келетіндер. Италия. Италияның мектебінің психологтар бір емес екеуі келді. Сендер қалай істеп жатсыңдар мына? Сөйтіп бізге зуммен Италияның мектебіне тәрбие сағатына сабақ өтесіңдер ма? Сонымен отырып алып, баланы үйіп-үйіп айтып көріп та, ол неге ондай десең, адамдардың бәрі рухани ілімнен жүзғайып кеткен. Еуропадағы адамдар өліп тапқан, оның бәрін қолданды, бәрі далбаса болды. Бұны сіздер өте жақсы білесіздер. Соңғы 10 жылда сіздер временный нәрселердің бәрімен айналыстыңыздар. Тыңдаңыздар. Ең бірінші аффирмациядан бастадыңыздар ма? Оған ақша төледіңіздер ме өкіртіп? Сосын 2015 жылдары жаппай жасыл нәски сатып алып келдіңіздер ма? Сосын ақша шақыратын әне. Сосын Түркістаннан қызыл жіп сатып алдыңыздар.
Одан кейін не болды? Стакан техникасымен айналыстыңыздар ма? Так, сосын не болды? Квантовый скачок. Нумерология. Сюцай. Сюцай! О, Сюцай вообще ортаға шығып биледіңдер ғой сендер. Көрдің, ана адамды ұстап тұра алмайды. Адам жалығып кете береді қайта-қайта. Өзінің негізгі құндылығын, негізгі эссенциясын ұстай алмағаннан кейін. Енді соңғысы қалды. Маған бүйтіп айтса болады. Айналып кетейін Санжар Керімбай. Сен сияқты жаңағы елге ақыл айтқыштар талай ақтауға келіп, талай шапан киіп, жаңағы қызыл балық жеп кеткен. Елдің алдына шығып алады дағыны, ойба, қазақ тәрбиесі анау-мынау деп айтады, ал өздерінің балаларын жасырын орыс мектебіне, Америка мектебіне береді деп айтады. Анау Қазақстанда ойбай деп бүкіл жаңағыдай тұлғалардың бәрін моласын аралап түгендеп жүрген әрбір менің балдызым. Өткенде публичный өзінің баласын барып апарып, плохой пример показывает она. Баласын американский школға берді. А оны кумир тұтатындар бәрі ертең кетеді ана. Ал мен бойынша 13 жасқа дейін мен бала шағам орысша да салынып оқымайды, ағылшынша да салынып оқымайды. Мен тыйым тастаған оларға. 13-ке дейін қазақша тәрбиені құндылықтың бәрін сіңіресің, эссенцияң қалыптасады илахи түрде. Содан кейін ғана барып оқисың сен. Содан мен бұларды жазда аламындағы не істеймін? Қара шаңырақ бос, Шымкентте, Арыста, ауылда бос тұрған үйге өзімнің 7 баламды, 28 баламның 19 жасар балама шейін бәрін апарамын қамап қоямын. Осы жерде 2 ай сендер қазақша тәрбие алып жатасыңдар енді. Ал ол кезде маған туысқандарым, тамыз, пәленше түгеншелер үйлерінде Wi-Fi-да жатып, басында мынандай математика басып кеткен, жартылай жануарға айналып кеткен балалардың бәрін адам айналдырып тұрып әкеп береді. Сосын бәрін телефондарын тартып аламыз дағына, көрші үйге қамап тастаймыз. Сосын бұлар сол жерде күніге жатарда мен аламда не істеймін? Мынандай колонканы шығарамдағына, светті өшіремдағы, мәсағанда Маңғыстаудың күйлерін қойып қоямын. Сол жерде ауылды ойбай жатады, жұлдызға қарап, тыңдап жатады. Көрдіңіздер, а сіздер Маңғыстауда тыңдамайсыздар, ана жақта біз рахатын көріп отырмыз. Содан кейін аласындағыны кішкентай бала 7, 8, 9 жасынан бастап қарттыққа, қазыналы қарттыққа, дария болуға, қазына болуға үйрену керек. Ішіндегі страхын сындырып, елдің алдында бата беріп меңгеру керек. Кішкентай кезінде соны үйренбегеннің кесірінен қазір бір жерге барғанда, үлкен кісілерге аста құдалықта отырғанда бата қылыңыз деп айтып өте апасына. Анау бата берем дейді тағыны коммунистер сияқты тост айтып кеткен кезде қолын жайып отыра бересің, 15-20 ұмытып қалады ақын не үшін келгенін. Сондай катастрофа болмас үшін оны аласындағыны 9 жасынан сындырасың. Мен өзімнің 9 жасар балам жерде, қазір 10-ға толып кетті. Мен бұны аламындағыны бүкіл әулиелердің бәрін жиіктер батаның ішіне қосады біреу. Соны 120 адамның алдында бұл бата беріп өзінің ішіндегі үрейді сындыру керек. Не үшін үрей? Себебі қол бастау қиын емес, шағатын жауын болса, көш бастау қиын емес, қонатын жерің болса, бәрінен де қиын шаршылықта сөз бастау керек. Сондықтан енді бұлар мынаны үйренеді осы бастан. Мына жаздағы соңғысы. Шығар дауысын. Ақтаудың балалар отыр ішінде. Ой, шығарсың дауысын. Жүзге жетсін жастан, меккедегі Мұхаммед, ясыдағы Қожа Ахмет, баптардың бабы Арыстан бап, мадақтайын сіздерді, Сайрамдағы сансыз бап, Түркістанда түмен бап, отырарда 30 бап, ардақтайын сіздерді, Қазы-құртта жүрген бап, Қара-құрда жатқан бап, қайы берен қыр шілтеп, сыр етейін сіздерді, сенгі аты әулием, номалағана әулием, қамбараты әулием, нұр етейін сіздерді, баба тіпті шашса жез, ыбырайын қара шаш, жыр етейін сіздерді, ұқашаты, қысаты, ұзын аты қышаты, көктімдаты қышаты, тербетейін сіздерді, Асашы баба темірші, Қарахан аты Айша апа, Есір теңіз біздерді, бір етейін сіздерді, Шадияр болсын, достасын, Мұхаммед болсын, қостасын, Қыдыр болсын, жолдасын, Ұлықпан болсын, құрдасын, сырнып кеткен жерінде жеті әулие, жеті пәт, кереметімен қолдасын, төбеңізді торласын, көңілге алған талапты бір жасаған Құдайым құдіретіменен оңдасын.
Так, көрдіңіздер ғой, мынау уже тәжірибе. Сондықтан сіздер маған айта алмайсыздар. Аузыңмен орап алғанда бәле дейсің, бірақ өзіңнің балаңа келгенде орыс мектебіне ағылшын тіліне бересің деп бермеп тұр да бұны. 13 жасына шейін бұл күй тыңдайды, 13 жасына шейін бұл жыр тыңдайды, 13 жасына шейін бұл бата жаттайды, 13 жасына шейін бұл қиссалардың бәрін ішіп алады. Содан кейін ғана бар бұған рұқсат. Енді сіздер ойлайсыздар ғой енді, ойбу, мына Санжар фанатик, қазақша тәрбие, баласын алып тағына мектептің бейшара қылып қойды. Бұдан басқа балалардың бәрі соқты ұстайды, бұл ғана артта қалды деп кешіріп қоясыздар. Бұл Астана қаласындағы 66-шы мектепте Бәйтеректің түбіндегі Платон мектепте оқиды. Бір класста 30 бала, 29 баласын дымға жармайды. Бәрі анау гаджеттің ішіне кеткен. Енді менің басым бәлеге қалды. Не үшін? Мынаның класс жетекшісі алып алып мұны ғылыми жобаға қатыстырамын деп анаған да салады, мынаған да салады. Енді кешегі алып барып, республиканский, одан международныйға салам деп салған. Бүкіл Қазақстан бойынша 750 бала қатысты, бір өзі бірінші орын жеңіп алды. Халықаралыққа кетем деп, апрель айында Анкараға барам деп, қайтадан түркішесін жетілдіріп алып, көрсетілмесін деп. Сондықтан болды. Балам шустрый болады деп орысшаға беру, балам жаңағыдай оза қалады деп. 6 жасынан бастап ағылшынға сөйлеу дегеннің бәрі доғылы вариант. Бұл надандықта тоқтатасыздар. Мына мектептегі сіздер кәдімгі класс жетекшілерден, директорлардан уже талап етулеріңіз керек болса, гармодан талап етулер керек. Айналайын, бала шағамыздың бәрі жабайы болып бітті. Бәрін подруга қылатсыңдар. Жіберші ана қазақша тәрбие. Сондықтан музыка сабағында күй тыңдатасыздар ма, тірі жыршын алып келіп жыр тыңдатасыздар ма? Мына жерде көрдіңіздер ма? Жаңадан бүкіл әулиенің атын тізді ғой, бұл Шымкентте, мына айтып отқан әулиелердің бәрі. Жалпы Қазақстанда әулиелерді аралап зиярат жасайтын 4 облыс бар. Біреу Шымкентте, Яссауи, Арыстанбаб, Қарабура, бәрі сол жақта жатыр. Екіншісі Маңғыстау, 365 метр, Бекет-Атадан бастап түгендеп біте алмайсың. Үшіншісі Қызылорда, одан кейін Ақтөбе. Қалған жерлерінде аз-аздан, ана кейбір мысалы Ақмоладағы мысалы қайқа баратындар білмей кететін Астанадағы. О, неге? Екі басшылар Мәшһүр Жүсіп Көпейдің басына барады. Семейдегілер Абай мен Шәкәрімнің басына барады. Сондықтан Ақтаудағы бай келіншектеріңіз болатын болса, оларға айтыңыздар. Қуыс кеуделіктен жандары азап шегіп, ашарға есіп кірерге тесік таппай қиналған кезінде 2000-3000 доллар төлеп, ана Бішкектегі Давлатовқа барып, семинардан өткен тоқтатыңыздар. Ақшаң тасып баратыр ма, Семейге бар. Ақшаң тасып баратыр ма, Шымкентке баруға. Ақшаң тасып баратыр. Енді қайтадан балаларыңызға дұғып беріңіздер. Бұрын мен 98 жылы алғаш рет Маңғыстаудың балаларымен танысқан кезде Бекет-Атаға біреу тіл тигізсе, солар бар ғой, отырған жерінде төбелесе беретін тұғын. Сен не деп отырсың сен деп. Қазір сол өліп қалды. Ешкім төбелеспейді, местный балалардың өзі оның өзі ширіктеп, салафилерге ілесіп айтып жүр. Бүгіннен бастап Бекет-Атаға тіл тигізген адамдармен төбелесуге рұқсат. Сосын, екінші жерде қазақ тіл әдебиетінің мұғалімдері бар ма? Қол көтеріңіздер. Бұдан былай бүйтесіздер. Мынандай корпоративті вечерде, туған күнге, анда-мында ауылшарға барған кезде ағылшын тілінен беретін, орыс тілінен беретін, математикадан сабақ беретін мұғалімдердің бәрін ана самауырынның шетіне етекке отырғызасыңдар. Төрге бұдан былай тек қана қазақ тілі әдебиетінен сабақ беретін мұғалімдер ғана отырады. Себебі мына мен айтқан қазақша тәрбие, бата, санамақ, тақпақ, қуырмаш, жұмбақ, қисса, күй, жыр, шешендік сөздер, соның бәрін мына балалардың көкіректеріне құйып, солардың эссенциясын қалыптастыратын мұғалімдер қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімдері. Сіздер әбден есірдіңіздер осыларға бар ғой, тиісе. Сондықтан болды. Сосын географиядан анадан береді. Неге? Ол қай пәннен? Тарихшы ма? Онда оның қасында тарихшылар отырады. Оң жағына. Сол жағына күйеу болғаннан музыканттар сол жағында отырады. Болды, орын бөлініп қойды. Үш адам. Тақта қазақ тілі әдебиет мұғалімдері отырады. Оң жағында тарихшылар, сол жағында музыканттар. Одан кейін географ, анау отырады. Ең шетінде орыс тілі мұғалімдері отырады. Түсіндіңіздер ғой? Болды. Бүгіннен бастап тоқтатасыздар. Үйлеріңізде күніге, ана менің видеомды көріп алып, үйлеріңізге бар 10 жасар балдарыңыз ұрып өлтіріп қоймаңыздар тағы. Ана Санжардың баласы қақсап кетсе, сен ақтып білмейсіңдер. Ол ұзақ уақыттың жемісі. Күніге 4 қатардан, бір шумақтан, үзіп 5 минут, 10 минут, 15 минуттан қосып шығарасыздар. Сосын арасында каникулда мүмкін болса, балдарды, оқушыларды автобусқа мінгізіп, Бекет-Атаға алып барып, отырғызып, Құран оқытып үйретіңіздер. Себебі үлкен жұмысынан бәрі. Түсіндіңіздер ғой? Қалған,
неғыл дейді? Бұдан былай мектепте каникулда кәдімгі гаиздің сопровождениесімен оқушыларды автобусқа салып Бекет атаның басына, Қараман атаның басына, Шопан атаның басына зияратап алып барып, бір мешіттен бір молданы бір күнгі прокатқа алыңыздар да, құран оқыңыздар. Сөйтіп үйретіңіздер маған бәрін, топыраққа ие болатын адамдарды қайтқан жасап шығармасаңыздар, енді осылай бір 10-15 жыл жалғасатын болса, сіздер жерден айырыласыздар. Мәдениеттің бәрі кетеді. Түсіндіңіздер ғой? Так, осымен менің әңгімем тамам, кітап аласыздар.